Eduvey ментор платформасы бұл оқушылардың soft skills дағдыларын бағалап, жеке даму картасын құратын және мұғалімге жеңіл аналитика беретін білім платформасы. Бұл бізде платформамыздың алғашқы беті. Одан кейін кіру және тіркелу беттері. Мұғалім ретінде кірсек болады және де оқушы ретінде кірсек болады. Енді мұғалімнің бетіне келетін болсақ, мұғалімде басты бетте жалпы оқушылардың сынып саны, жалпы оқушылар және белсенділердің тізімі көрінеді. Одан кейін құралдар берілген бұл жерде. Soft skills бойынша дамытуға арналған тапсырмалар жиынтығы. Келесі аналитика, әр сыныпқа арналған оқушылардың аналитикасы берілген. Және де анализ жасалған. Бұл мұғалімнің жеке беті. Енді әрбір оқушының беттеріне кірейік. Мына жерде біз сынып қоса аламыз жаңадан. Бұл жерде сыныптың ішінде біз оқушы қоса аламыз. Оқушы қосу деп осы жерден оқушыны қоса аламыз. Келесі оқушының жеке профилі. Бұл жерде оқушының жалпы 90 бойынша жасаған прогресті, жасаған тапсырмалар архивтегі және де 90-дағы динамикасы көрініп тұрады. Бұл бөлікте бізде оқушының жалпы мәліметі, жеке мәліметтері көрінген. Мына жерде тұлғалық тест типтеріне қарай тапсырмалар, тесттері көрінген, тесттің нәтижелері көрінеді. Жасанды интеллект оларға анализ жасайды. Бұл жерде бізде оқушының дағдыларына, оқушылардың дағдыларына жасанды интеллект сараптама жасайды. Бұл жерде оқып көре аламыз. Келесі, осы жерден оқушының жасанды интеллектін дамытуға арналған тапсырмалар беріледі. Жеке, топтық немесе жұптық деп бөлінеді. Бұл тапсырмалар бізде тапсырмалар бөліміне тізеді жасалғаннан кейін толығырақ қарап, оны өзгерте аламыз. Күнін немесе ішіндегі мәтінді өзімізге ұнағанша қаламызша өзгертеміз. Және де оқушыға хабарландыру жібере аламыз. Бұл архивте бізде оқушының жасап қойған тапсырмалары көрінетін болады. Және оқушыларға барлық мәліметті PDF есеп түрінде ала аламыз. Келесі, бұл бізде оқушының жалпы кіргендегі беті. Оқушы тіркелген кезде оған дағдыларын анықтау үшін елу қысқа сұрақтан тұратын диагностикалық стандартты сұрақтар беріледі. Осыған орай, осы тесттен өткеннен оқушының жалпы аналитика жасалынған басты беті көрінетін болады. Бұл жерде де оқушының жинаған ұпай саны, осы аптада дағдысын қанша көтергені туралы көрінеді. Оқушының тапсырмаларының орындалғанын осы жерден көре аламыз. Бұл жерде де мұғалімдегідей оқушының soft skills деңгейіне диагностика нәтижелері көрінеді. Бұл жерде оқушының көптік зият немесе MBTI тесттері нәтижелерін байқай аламыз. Келесі бетте төмен қарай бізде белсенді тапсырмалар. Егер де тапсырманы қателесі болса, орындап қойған болатын болса, оны қайтадан аша алады. Жаңағы тапсырма бізде осы жерде көрінеді. Егер де тапсырманы орындаған болатын болса, орындардың батырмасын басады. Бұл жерде бізде жасанды интеллект көмекшісі берілген. Жасанды интеллект көмекшісіне өзінің жауапкершілік қабілетін төмендеген сұрақ қойып көрейік. Бұл жасанды интеллект оқушыға ұсыныс айтады, одан кейін тапсырма құрастырып беруге бірінші оған көмек береді, одан кейін тапсырма құрастырып береді. Мына жерде біз оқушы туралы жалпы мәліметті көре аламыз, өзінің телефон номерін, басқа нәрселерді енгізе алады. Жалпы осы хабарландыру бөлімі осы жерге келеді. Назарларыңызға рахмет.